大家好，我是国际海中语言学院的汉语老师。сәлеметсіздер ме? Мен халықаралық қазақ-қытай тіл колледжінің қытай тіл пән оқытушысы Қуат Тамара。好，同学们，今天我们学习第8课在哪换地铁。балалар, бүгін біз 8-ші сабақты өтеміз. Тақырыбы қай жерде метроға ауысуға болады. 教学目的一，掌握本科生词。Біріншісі, осы сабақтың жаңа сөздерін жақсы меңгеру. 2. 会用所学习的生词造句. Үйренген сөздерге сөйлем құрастыру. 3. 了解课本的内容. Осы сабақтың мағынасын түсіну. 先学习新的生词. Біз жаңа сабақ өткеннен бұрын алдын ала жаңа сөздерді оқуымыз керек. 好，地铁 метро。 我在地铁里碰巧遇见了一位老朋友。 Мен метроның ішінде бір бұрынғы жақын досымды кездесіп қалдым. 坐 отыру. 我的对面坐着Санжар同学. Менің қарсы бетімде Санжар оқушы отырады. 线 жіп. Бірақ мына жерде бізде оның екі аудармасы бар. Біріншісі жіп, екіншісі Қытайда метроға отырғанда бағытты көрсетеді. Мысалы, 1号线 2号线 деп. 好，妈妈用黑色的线帮我把裤子缝好了. Анам қара жіппен менің шалбарымды тігіп берді. 先 бірінші. 你先回去吧，我待一会儿再回去. Сен алдымен қайта бер, мен сосын қайтамын. 在 тағы. 你的声音真好听，再唱一首歌吧. Сенің даусың өте керемет, тағы бір өлең айтшы. 好，下一个换 ауыстыру. 这件衣服有一点小，可以给我换大码吗? Мына киім аздап кішілеу, маған үлкен размермен ауыстырып бересіз бе? 好，下一个但是 бірақ. 这样做是可以的，但是很浪费时间. Бұлай істесек болады, бірақ уақыт өте көп кетеді. 公共汽车 автобус. 我每天都坐公共汽车去学校. Мен күнде автобусқа отырып мектепке барамын. 路上 жолда. 我在回家的路上在地上捡到了100元. Мен үйге қайтып бара жатырған жолда жерден 100 юан ақша тауып алдым. 比较 салыстырылғанда. 他拿我的作业与Айдана的相比较. Ол мен тапсырмамды алып, Айдананыкімен салыстырды. 好，路 жол. 我给他打电话了，他说他在回家的路上. Мен оған звондадым, ол айтты, үйге қайтып бара жатырған жолдамын. 出租车 такси. 天一下雨，他就坐出租车上班. Күн бірден жаңбыр жауғанда, ол таксиге отырып жұмысқа барады. 骑 міну. 我7岁的时候就学会了骑自行车. Мен 7 жасымда уже велосипед мінуді үйреніп алғам. 贵 қымбат. 这家店的衣服比较贵，因为都是名牌衣服. Мына киім сататын магазиндегі киімдер қымбаттау, себебі бәрі бренд киімдер. 好，自行车 велосипед. 今年的生日，爸爸送了我一辆自行车. биылғы туған күнімде әкем маған бір велосипед ұсынды. 好，最后一个生词 车 көлік. 今天是星期一，大家都要去上班，所以路上车多. Бүгін
дүйсенбі күні барлықтары жұмысқа барады, сол себепті жолда машина өте көп. 好，现在老师给你们读对话。张老师，去北大有地铁吗？有。坐几号线？先坐2号线，再换4号线。在哪换地铁？在西直门。可以坐公共汽车吗？可以，但是路上时间比较长。坐几路车？498。好，现在我们翻译。张老师，张 familia， 张muallim， 去北大有地铁吗？ Pekin Üniversitesi'ne бару үшін метро бар ма? 有 бар。 坐几号线？ қай бағыттағына отыру керек? 先坐2号线，再换4号线。алдымен 2-ші бағытқа отырып, сосын 4-ші бағыттағына ауысу керек. 在哪换地铁? қай жерінен метроға ауысуға болады? 在西直门，西直门ауысуға болады. 可以坐公共汽车吗? автобусқа отырып баруға бола ма? 可以 болады. 但是路上时间比较长. бірақ жолда уақыты өте ұзақ. 坐几路车? нешінші автобусқа отыру керек? 498, 498. 好，谢谢大家。